Мен Дүйсенбаева Аралым Таңатқызы, Маңғыстау облысы Ақтау қаласы номері 44 Шаттық бөбекжайының тәрбиешісімін. Бүгінгі панорамалық іс-әрекетімнің тақырыбы ғажайып пішіндер. Мақсаты балаларды геометриялық пішіндермен таныстыра отырып, олардың қасиеттерін түсіндіру, пішіндерді күнделікті өмірден байланыстыра білуге үйрету және жасанды интеллект құралдарын пайдалану арқылы шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, заттарды зерттеуге қызығушылықты ояту, жаңаны тануға, өзіне сенімділікке баулу, ауызекі сөйлеудің қарапайым түрлерін меңгерту, балалардың өздеріне айтылған сөзді, пікірді түсінуін қалыптастыру. Балалар қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде неше ай бар? 3 ай. Атап берейікші? Жарайсыздар балалар. Балалар қыс мезгілінде далада қандай өзгерістер болады? Жарайсыздар балалар. Балалар, бүгінгі ашық ұйымдастырған іс-әрекетіміз ғажайып пішіндер деп аталады. Балалар өзі қоршаған ортамыздың өзі ғажайып пішіндерден құралады екен. Кәне жан-жағымызға қарайықшы. Мына қандай пішін көріп тұрсыздар мына? Шашы, ал ана жерде? Мына жерде қандай пішін? Жарайсыздар балалар, ендеше пішіндермен таныс болайық. Экранға қараңыздар. Мен дөңгелек, дөңгелек, мен дөңгелек, дөңгелек. Сәлем достар, мен дөңгелекпін. Менің бұрыштарым жоқ, бір орында тұрмаймын де дөңгелеп айналып кете беремін. Мен үш бұрыш, мен үш бұрыш. Сәлем достар, мен үш бұрышпын. Менің үш қабырғам және үш бұрышым бар. Мен үйдің шатырына ұқсаймын. Мен сәбізге ұқсаймын. Мен шаршымын. Мен шаршымын. Балалар пішінмен таныс болды. Ендеше тапсырмаға кезек берейік. Балалар, ендеше 3 топқа бөлініп, киімдеріңізде көрсетілген эмблема бойынша 3 топқа бөлініп тапсырмаларды орындаймыз. Кәне, жүре қойың. Алдарыңызда аққала берілген түрлі түсті күріштерді қасымыздағы қаппақтарға салып шығамыз. Шашының түсі қандай Жәнібек? Әмірхан, мына пішіні қандай? Дөңгелек. Балалар, ендеше тапсырмамыз орындап болса, сергіту жаттығуына келе қойыңдар. Балалар, ендеше экранға қарап сергіту жаттығуын жасап алайық. Достарым ортаға, бізден қалма тоқтама, жаттығуды қайтала. Мен желаяқтай жылдамын, мен тоқтамай жүгіремін. Жүгір достарым, жүгір. Мен де қарап тұрмайын, алақанды соғайын. Кел, ойнайық, күлейік, тату. Жаттығуын жасап болса, ендеше бізге бағбаншы қонаққа келіпті. Орнымызға отырып, кәне экранға назар аударамыз. Балалар менің бақшамдағы жемістер мен көкөністер өздерінің пішіндерін білмей айтысып қалыпты. Жемістерім мен көкөністеріме олар қандай геометриялық пішіндерге ұқсайтындарын айтып беріңдерші. Сәлем, балалар. Мен алмамын. Өзімнің пішінім қандай екенін білмей тұрмын.
Балалар менің қандай геометриялық пішінге ұқсайтынымды айтыңдаршы. Қараңдаршы, алма қандай пішінге ұқсайды? Жарайсыңдар, дөңгелек пішіні. Сәлем балалар, мен Алмұртпын. Сендер менің қандай геометриялық пішінге ұқсайтынымды білесіңдер ме? Балалар қараңдаршы, алмұрт қандай пішінге ұқсайды? Балалар мен қарбызбын, ал мен өзім қандай геометриялық пішінге ұқсайтынымды білемін. Менің пішінім шаршы, солай емес пе? Балалар, қарбыз өзін шаршы деп ойлайды. Қарбыздың пішіні қандай? Жарайсыңдар, балалар. Сендер өте ақылды, білімді екенсіңдер. Сендердің көмектеріңмен бақшамдағы жемістерім мен көкөністерім енді өз пішіндерін біліп жүретін болды. Балалар, алдымызда қыз бала мен ұл баланың қазақи нақыштар киінген, сол киімдерді пішіндер жасырылған, соларды безендіреміз. Балалар, сіздер өте белсенді және ақылдысыздар. Келесі жолы кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз. Балалар, бағбаншы сіздерге пішінге ұқсас тәтті беріп жіберді. Қазір сіздерге топтарыңа барғанда бөліп барлықтарыңызға беремін. Кәне бәріміз бағбаншыға рахмет айтайық.